Сәлем достар, бүгінгі видеода біз сіздермен осындай велюр көйлектің етегін қысқартатын боламыз. Ұзындығын көрдіңіздер ме? Етегін қысқартамыз. Маған қысқарту керек 14 сантиметр. Енді мына жерде міне етегін қайыруға мен 2 сантиметрдей алып қалам. Сонда мен осылайынан өлшеймін. Мысалы, маған 14 керек емес, алып тастау керек, 14 қиып тастау керек. Мен соны осылай өлшеп алам. 14-тің өлшейімде 2 сантиметр тігіске қалдыруым керек, сол үшін мен 12-сін қиып алып тастаймын. Осылай өлшеп аласыздар да, 12-сін белгілеп аламыз. Осылай айналдыра, көйлектің шетін айналдыра, мен 12 белгілеп шығам қазір түгел, осылай ұзына. Міне белгілеген жерімізді осылай сызып аламыз. Содан кейін мына жерлер қозғалып кетпеу үшін мына жерге ине қадақ қойыңыздар. Арасында осылай ине қадап қоямыз. Содан кейін барып, мына белгілеген сызықпен айналдыра қиып шығамыз. Осы 12 сантиметрді ұзыннан қиып шығамыз. Содан кейін барып зигзагпен міне осылай зигзагпен айналдырып тігіп алдық. Оверлок болса, желательно оверлокпен тіксеңіздер өте әдемі болады. Мен зигзагпен тіктім, менде әзірше оверлок жоқ. Міне осылай толығымен айналдырып алғаннан кейін осыны ішке 1 сантиметр, осылай 1,5 берсеңіздер де болады. Осылай ішке бүктеп, мына жерден тігіс жүргіземіз. Мына зигзагтың мына жағынан емес, мына үстіңгі жағынан жүргіземіз. Тігісті, міне мына жерден жүргізесіздер. Мына зигзагтың тігісінің үстінен. Осы жерден айналдыра жүргізіп шығамыз. Аңғайлы болсын десеңіздер, осылай ине қадап алып, былайынан алып тіксеңіздер болады. Сонда тігісті көріп отырасыздар, қалай жүріп жатқанын. Мына жақтан ине қадап қоясыздар осылай. Содан кейін осылайынан ұстап отырып жүргізіп шығасыздар. Айналдыра түзу тігіспен тігіп шығамыз. Міне қараңыздар, көйлегіміздің етегі дайын. Жаңағы өзінің тігісінен ешқандай айырмашылығы жоқ. Осылай үй жағдайында 5 минутта тігіп алсаңыздар болады. Тура осы тәсілмен тіксеңіздер, ательеден үйден тіккеннен ешқандай айырмашылығы жоқ. 5 минут уақыттарыңыз кетеді. Оңай ғана осылай үй жағдайында тігіп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Дайын көйлегіміз.